Ассаламағалейкум, құрметті көрермен, Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысына хабар жеткізетін боламыз. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстандағы қар жамылғысы 60%-ді құрайды. Қазгидромет мамандардың айтуынша, жақын арада бірқатар аудандарда жауын-шашын болуы мүмкін. Жергілікті атқарушы органдар жағдайдың толықтай бақылауда екенін айтып отыр. Десе де облыстағы бір қала мен 6 ауданда су басу қаупі әлі де сейілмей тұр. Құтқарушылар қауіптің алдын алу мақсатында өңір тұрғындарын нұсқау беріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінде Риддер қаласында Катонқарағай, Шемонаиха, Марқакөл, Глубокий, Үлкенарын және Алтай аудандарында су тасқын қаупі бар екен. Жағдай ушығып бара жатса, жергілікті атқарушы органдар азаматтық қорғау қызметінің күштері мен құралдарынан 2270 адам, 732 техника және 61 жүзу құралдары мен 234 мотопомпалар жасақталды. Жергілікті атқарушы орган азаматтардың жалпы сыйымдылығы 17 мыңнан асатын 153 уақытша тұрақтау пунктін жасақтады деп атап өтті облыс әкімінің баспасөз хатшысы Елжан Қайырханов. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Шығыс Қазақстанда қар жамылғысы қазір бүгінгі күні 60% құрайды. Өңірде дауылды ескерту жарияланған. Болжам бойынша қатты жауын-шашын болуы мүмкін. Облыстағы су қоймалары тәулік бойында бақылауда. Құтқарушылар су басу қаупі бар аймақтарда тұратын тұрғындарға су тасқыны кезеңде өзін ұстау ережелері бойынша нұсқау берді. Риддер қаласы, Катонқарағай, Шемонаиха, Марқакөл, Глубокий аудандары, сондай-ақ Үлкенарын, Алтай аудандарында қауіп болуы мүмкін. Жағдай ушығып кеткен жағдайда жергілікті атқарушы органдар азаматтық қорғау қызметтерінің күштері мен құралдарынан 2270 адам, 732 техника, сондай-ақ 61 жүзу құралдар мен 234 мотопомпа жасақталады. Жергілікті атқарушы органдар азаматтардың жалпы сыйымдылығы 17 мыңнан асатын 153 уақытша тұрақтау пунктін анықтады. Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан зардап шеккен отбасына жергілікті бюджеттен белгі бір мөлшерде материалдық көмек беріледі. Бұл туралы облыстағы бейінді басқарма өкілдері нақты мәлімдеме жасады. Облыстың қалалары мен аудандардың жергілікті өкілді органдар мәслихаттары бекітілген әлеуметтік көмек көрсету қағидаларына сәйкес табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа, отбасына не оның мүлкіне залал келтірген кезде азаматтарға жергілікті бюджеттен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін 369.200 теңге материалдық көмек көрсетіледі делінген облыстық жұмыспен қамту және үйлестіру және әлеуметтік басқару басқармасының хабарламасында. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті жасаған Катонқарағай ауданындағы Карабих ауылының маңынан Бұқтырма өзені тәулік бойы бақылау жүргізуде. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тәулік бойына судың тасу ықтималдығы мұз жүрісін бақылауды ұстап отыр. Бұл мониторинг жыл сайын кептеліс қаупі бар учаскелерде жүргізіледі. Құтқарушылар мотопомпамен, автокөлікпен, жүзу құралымен жабдықталған. Төтенше жағдайлар департаментінің осы учаскеде мұз жүру толық аяқталғанға дейін кезекшілік атқарады. Қажет болған жағдайда жедел әрекет етіп, күш құралдарды жұмылдырады. Шығыс Қазақстан облысында су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізілді. Облыста жалпы ұзындығы 135 шақырым болатын 72 канал, ұзындығы 376 шақырым құрайтын 448 арық жолдағы 1735 темір жолда 90 су өткізетін құбыр, 277 көпір тазартылды. 369 мың текше метр қар шығарылды. Өңірдегі су қоймаларына тәулік бойы мониторинг жүргізілді. Құтқарушылар су тасқыны қауіпті аудандарда тұратын тұрғындарға су тасқыны кезінде қалай әрекет ету керектігін түсіндіруде. Алтай ауданында алдын алу жұмыстары жалғасуда. Көмекке келген әскери бөлімнің әскери қызметшілері жұмылдырылды. Айта кету керек, облыста су тасқыны болуы мүмкін аумақтарды қоса алғанда барлық ықтимал қауіптер картасы әзірленді. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі су тасқынынан зардап шеккендерге өтемақы төлейтіні туралы ақпарат тарады. Бұл шындыққа жанаспайды. Мемлекеттік қолдаудың тиісті шаралары туралы ресми ақпарат тек қана 1414 нөмірінен SMS хабарламалар арқылы таратылады. Құрметті ағайын, біз түйіндедік, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын. Еліміз түрлі апаттардан аман болсын. Күшіміз бірлікте.